Ассаламу алейкум қыздар. Бүгін фупипай тортын дайындаймыз. Бізге қажетті заттар: ұн, какао, разрыхитель, қант, жұмыртқа, сармай және де шоколад. Ұнды мен електен өткіздім, енді разрыхитель мен какаоны електен өткізіп аламыз. Шоколадқа сармайды салып микроволновкада немесе водяной баняда ертіп алсаңыздар болады. Ыдысымызға жұмыртқаны, қант салып 1-2 есеге ұлғайғанға дейін миксерлеп аламыз. Миксерлеп алдым. Шоколад пен сармайды микроволновкада ертіп алдым мен. Водяной баняда немесе микроволновкада ертіп болғаннан кейін 30-40 секундқа салқындатып алғандарыңыз дұрыс қыздар. Енді осыны жұмыртқа алмасыға салып, жақсылап миксерлейміз. Оны разрыхитель какаоны венчикпен араластырып, жұмыртқа алмасамызға 2 бөліп, венчикпен араластырып аламыз. Мен венчикпен немесе вилкамен араластырып аламын. Миксерлегенде ыңғайлы болу үшін. Енді миксерлейтін боламыз. Ұзақ миксерлеудің қажеті жоқ. Барлық масса біркелкі болғанша миксерлеп алсаңыздар болғаны. Массамыз дайын болды. Енді корждарымызды пісіреміз. Менде форманың диаметрі 22. Осы массаны 200 граммна өлшегенде 5 корж шықты. Сіздерде если диаметрі 24 немесе 23 болса, массаны көбейтсеңіздер болады. Таразы болмаған жағдайда осы массаны біркелкі қасықпен теңдей бөлікке бөліп алыңыздар. Сонда корждарыңыз біркелкі болып пісіп шығады. Формамызды сармаймен майлап аламыз. Форма болмаса да пергаментный бумагамен жазсаңыздар болады. Пергаментный бумаганың Поклан деген фирмасы өте керемет. Не нәрсе пісірсеңіздер де жабыспайды. Массаны жайғанда бір тегіс етіп жаямыз. Өте маңызды, тегіс болмаса торттарыңыз жинағанда қисық болады. Бір тегіс етіп жайып, 180 градусты қызып тұрған пеште 10-12 минутта пісіріп аламыз. Кішкене ұрғыласаңыздар тегістеледі. Корж пісіп дайын болды. Барлық корждарды осылай пісіріп аламыз. Енді кремін жасаймыз. Творожный сыр мен қант ұнтағымызды салып миксерлейтін боламыз. Ұзақ араластырудың қажеті жоқ, аз ғана миксерлесек болғаны. Неге араластырып алдық. Енді салқын сливкемізді құйып, осы массаның бәрін жақсылап араластырамыз. Сливкеміз салқын болу өте маңызды. Осылай миксерлеп аламыз.
осылай тегістеп шығамыз бетін. Енді әрлейтін боламыз. Өз қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Мендегі осылай шоколад, мандарин и арнайы әрлеуге арналған конфет. Үйде жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар, қыздар. Өте керемет болып шықты. Ас болсын.